әлем бойынша 8 миллиард адам бар болса, сол адамдардың 3 миллиарды күніне Google поискқа, ұлы сөздің ұяты жоқ, ұятсыз сайттарға іздеу жасайды екен. Ал ИП ашу, кәсіпкер болу, кәсіп бастау деген Google-ға поискіге күніне 24 мың адам әлем бойынша сұрақ қойып іздеу жасайды екен. Бұл факт. Осыдан біле беріңіз, неге әлемде байлар аз, кедейлер көп. Адамды алып шығатын еңбек пен ақыл екенін ұмыттық. Сол еңбек ақылға негізделу керек. Ақылсыз еңбек ұзаққа бармайды. Кедейлер үнемі біреуден дәметеді екен. Мысалға той жасаса, той аналардан бір нәрсе дәметеді екен. Көбірек ақша түссе екен. Мына тойдың хотя бы жартысын жапсам екен дейді. Той тойласаң, асып-тасып тойла. Ешкімнен еш нәрсе дәметпе. Бөліс. Бұрынғы қазақ байлар солай жасаған екен. Той жасаған. Кедейлермен бөліскен, кедейлерден еш нәрсе алмаған. Олардың байлығы шалқар көлдей тасып тұрған. Құсқа да, итке де бәріне жететін болған. Байлық деген ол Құдай тағаланың ризығы екен. Онымен бөліскен сайын көбейе береді екен. Ешқашанда азаймайды екен. Ал өзің кедей болсаң, өзің жарымай отырсаң, несіне тойлайсың? Одан да сол күш қуатыңды білімге жұмса, балаңды оқыт, өзің кәсіп үйрен. Себебі қазір ақпараттың заманы, барлығы дайын. Google, Instagram, TikTok, YouTube каналдары сіздер үшін тегін жұмыс жасап жатыр. Білімді ізде, әрекетке көш. Ал бұрын индустрияның заманы бітті, достар. Біз оқуды бітіріп, диплом алып, жұмысқа кіретінбіз. Қазір білімнің заманы. Білімді болыңыздар. Ең болмаса, онлайн кәсіпті бастап, маркетплейспен сатып үйреніңіздер. Мысалға, мен Каспи магазинде Қытайдан дайын товарларды алдырып, 20 күнде сатса, қосымша табыс тауып отырмын. Егер қызық болса, дәл осы видеом астына қызық деп жаза кетші.